Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен мына санның бөліп, екі санды бөліп, бүтін бөлігін алу, қалдық бөлігін алу есептерін жалғастырамыз. Мына жерде есептің берген бойынша А және Б айнымалар арқылы екі бүтін оң сандар берілген. Яғни осы А және Б айнымалына берілген мәндер арқылы А кескінінің ұзындығы беріледі және Б кескінінің ұзындығы беріледі. А кескінің бойында қайталанатын максималды мүмкін Б кескіні орналасқан дейді. Санды бөліп, бүтін бөлігін алу арқылы А кескінің бойында Б кескіні неше рет орналасқанын табу. Яғни мынандай нәрсе болуы мүмкін. А және Б нүктесі бар. А нүктесінен Б нүктесіне мысалға Алматыдан бір Таразға дейінгі бір пойыз жол жүрген. Пойыз жолының ұзындығы А мен Б. Ол екеуінің арақашықтығы А кескінін білдіреді, ұзындығы. Енді осы қалаларды жалғайтын рельстер болады. Рельстер ұзын, рельстер келеді тағына. Бір шамал қалған кезде, Таразға бір шамал қалған кезде рельс осылай тоқтайды да, мынақты қалдығы қалады. И осындай бүтін рельстер қаншама рет орналасқанын табу керек. C++ пен шығарамыз. Dev C++. File, New, Project, Console Application белгілейміз. Проекттің атын AB бүтін бөлік деген есеп. Сақтаймыз. Және мына артық нелерді алып тастаймыз да, using namespace std'ni қолданамыз. Мынаны бірден сақтап жіберейік. Main алып тастап, орнына осылай программаның атын береміз. Енді мына return-ның алдына бізге A мен B деген екі айнымал керек. Ол бүтін сан болғандықтан integer деп сипаттаймыз. Үлкен А, кіші А осылай кіші АБ деп белгілесек те болады, немесе үлкен АБ деп есептің берілгені бойынша. АБ. Енді осы АБ-ның мәнін консольдан енгізбей тұрып, бірінші А тең деп консольға шығарып, cout арқылы А тең деп консольға шығарып, содан кейін барып сенмен сол консольға жазылған санды Аға меш деп алсақ. Дәл осыны Б үшін жасаймыз. Cout үлкен Б, кіші Б болса да, екен бұл кавычканың ішінде мәтін болып шығатын не? Сен үлкен Б. Енді осы біздің нәтижені бір результат деген бір мәнге жазайық. Результат ол бастапқы значениесі 0 болсын. Енді мұнда рез тең болады. Осы А-ны бөлеміз Б-ға. Жай ғана бөлсек болды. Себебі біздің резіміз ол integer, бүтін типті сан, бүтін типті айнымал болып сипатталған. Мысалға А-мыз 10 болып, Б-мыз 3 болатын болса, ол 3 болып кету керек, бірақ мынау рез бүтін санды қабылдайтын integer типті болғандықтан, оның бүтін бөлігі 3-ті ғана қабылдайды. Нәтижені шығару үшін cout нәтиже тең болады. Жалғап жібереміз, рез деген мәнді қосып. Есеп шықты, мұнамен запускать етеміз. Мысал, А-мыз біздің 10 болсын, Б-мыз 3 болсын, нәтиже 3 болады. Есеп шықты. Осылай, негізінде, мысалы, сізде программа жазған кезде, мысалы, вырезет алып тастап, осылай, мына бір бөлігін жазып көріп, А тең, мысалы, 10 болып, программа аяқталып қалды, ештеңе жасалған жоқпыз. Енді бұлайнан, мысалы, осылай, жеке-жеке әрбір строканы жазып, тексеріп етіп, осылай тексерсеңіздер болады. Мысалы, cout А және Б бар. 10 және 3 десек. Нәтиже ештеңе шыққан жоқ. Енді, мысалға, мынаны алып тастадық. Резіміз шығады қазір. Так, резді шығардық. А тең 10, Б тең 3 дедік. Бірақ өшіп қалды. Өйткені біз рездің мәнін экранға шығарған жоқпыз. Енді нәтиже деп рездің мәнін экранға шығарып тұрмыз мына жерде. Осылай поэтапно тексеріп етіп шығарсаңыздар болады. Әзірге жақсы, сау болыңыздар.